Құрметті әріптестер, бүгінгі сабақта өтетіндеріңіз нейросет Стейлор A деген. Міне атауын жазып іздеуге болады. Іздесек жаңағы бірінші тұрған ссылка бойынша кіреміз. Одан кейін тіркелуіміз керек жұмыстану үшін. Немесе бұрынғы өзіміздің тіркеген логиндарымыз болса, аккаунтымыз болса, соны кіруге болады. Мысалы, мен өзімнің Google аккаунтым арқылы кірем. Автомат түрде менің атым бәрін шығарады. Мен уже кірдім, мені жұмыс алаңына кірістім. Олай болса, мен деген түсіндіріп өтейін. Бұл жерде міне суреттер берілген, бұл менің одан бұрын жасаған жұмыстарым. Енді мына астына қарасаңыздар, мысалы суретті суретке, тексті суретке, суретті видеоға айналдыру сияқты мынандай түрлері бар. Осыларға салып, суретімізді өзіміз таңдаған сабаққа қажет суреттеріміз болса, соларды өзгертіп, әдемі қылып жасап алуға болады. Мысалы, суреттен суретке өзгертуді қарайды. Мысалы, мен мына сурет берілген, дайын күйінде тұр. Сол суретті аламда, мұндағы мен түрлі стильдер бар. Соған салып, мына стильдің түрлері бар. Сон біреуіне алдынандай ма стиль ма, көрдіңіз алдыңызда. Сон біреуін таңдау жасап, мынаны өзгертуіне болады. Қазір көрсеңіз, мына жерге түрлері шығады. Қалай өзгергендігі туралы. Қазір күтейік. Немесе жаңа текст, мына жерде көрініп тұр ғой. Тексті суретке, суретті суретке айналдыру сияқтысын бәрі жанында көрініп тұр. Осы бойынша жұмыстануға болады. Бұл жаңа нейросеттің айырмашылығы. Қолымызда бар нәрсені түрлендіріп алуға болады. Қазір көреміз, мына жерде міне жүктеліп жатыр. Сол секілді мына жерде сурет жүктеуге болады. Дайын жұмысымызды экспорт жасап өзімізге жүктеуге болады. Сол сияқты мұнда функциялар бар. Міне, көрдіңіз қандай керемет. Ақ фонда тұрған ананасты мынандай етіп өзгертті, қандай керемет. Мынандай етіп өзгертті, көлеңкесімен. Осыны әрқайсынан біреуге қайсысы қажет десеңіз, соны өзіңізге жүктеп алуға болады. Көріп отырғандай, нейросеттің айырмашылығы осы. Айтқанда, шынайы екен, қараға көз, қарасаң көз тоймайтын етіп, түрлендіру болып тұр. Енді сол секілді, мысалы, біздер пейзаж деген сөзді алайық, ағылшыншасын. Енді мұнда бәрі ағылшынша берілген, сол үшін мына жерге сөзді, мына жерде тексттан неге сурет айналдыратын жерін басып, жаңа пейзаж деген сөзіміз жазайық ағылшынша. Егер өзіңіздің компьютеріңізде мына жерде ағылшыннан орыс тіліне аударатын бірден батырма болса, сонымен аударып алуға болады. Менде ондай болмағасын, ағылшын күйінде, тілінде жұмыстанып отырмын. Сөзімізді қазір суретке айналдырып беру керек. Бұл бізде пейзаж деген сөздің ағылшыншасы. Біз күтейік. Загрузка жасалып жатыр. 4 вариантын ұсынады. Өзіңізге қайсысы қажет деп білесіз. Соны алуға болады. Сабаққа қатысып қараңыз қандай керемет. Міне. Өзіңізге осыны жеке-жеке де өзімізге жүктеп алуға болады. Оған дейінгі жұмыстарым жүктелгені көрініп тұр. Оларға әбден жүктеп алғаннан кейін бірден мына жерде мысалы атауын өзгертіп алуға болады сізге. Соңғы жүктелген бізде қандай сурет? Бұл бізде пейзаж. Олай болса, мысалы пейзаж деп бірден атауын өзгертіп алуға болады. Сол арқылы өзіңізге қажетті нәрсені сақтай аласыз. Міне бүгінгі сабақта осындай айырмашылықтар бар. Әр сеттің өзіне тән. Міне мына жерде стильдерін таңдауға болады. Міне өзім жасаған суреттерін көрсетейін қазір. Мысалы, мынаны біз қалай түрлендірдік.
Міне көрдіңіз, қарапайым суретті алды да мынандай керемет қылып түрлендірді, өзгертті. Қараңыз, 4 вариантын беріп, даже адамның өзін келтіріп қойған. Так, сол секілді тағы да міне мыналарды қалай өзгерткенін көрейік. Осыны іс жүзінде үйреніп алсаңыз, қайта-қайта пайдалансаңыз, қолыңыз жаттығып үйреніп кетесіз. Так, мына жасалмаған екен толыққанды. Мынаны көрейік. Мынау толық емес аяқталмаған. Міне көрдіңіздер, қандай суретті қалай көрсеткен бәрін өзіміздің алдымызға айдай анық көрсетіп отыр. Бүгінгі сабақта Стейлер нейросетін өттік. Ден қойып, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.